Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді болып шығатын өзімнің сүйікті салатымның бірі салат салнасымен дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге осылай сүрленген тауықтың етін алу қажет, және де оны ұсақтап турап шығамыз. Кейіннен қайнатылған тауықтың жұмыртқасын алып, онда ұсақтап турап аламыз. Жұмыртқамызды турап болғаннан кейін бізге консервіленген ананас керек. Оны суын сорғытып ыдысымызға саламыз. Үстіне майонез салып барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін ең соңында салатымыз үстіне үккіштен өткізілген ірімшікті саламыз. Өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.